Ассаламу алейкум, хайырлы ақшамлар. Бүгін Қырым ышғалының 603-ші күні эфирде заман студияда Шевкет Аматулаев çalışmakta. Қырым блокадасы девам еті. Бүгін акцияның 33-ші күні Қырым майданына яңы иштиракчылар қошылмаға девам еті. Тafsilatlы жа біздің левхамызда. Бозулған Мелитополь Джанко электрокечі шағыларының тамерлев үшлеріні қазайы қызметлерінден ве Укрэнерго хадимлері тез вақытта япмаға вади еткен еділер, ләкін аледа азырлық үшлері біле башлатылмады. Қырымны Қамачев акциясына Украинаның чешет регионларындан инсанлар келмеге девам еті. Бүкілері мұнда Киевден ашчылар келділер. Активистлерге шарт еметлеріні пошырелер. Я, как приехал в качестве повара, я обучаю вот таких людей, положительно отношусь. Это их земля. Ну, ситуация такая сложилась. Им надо вот так, хотя бы так свой протест показывать. А мы в этом их поддерживаем, полностью поддерживаем. Бұндан да ғайра бүгін Чаңғар кечіш ноқтасында аскерлерге ilk ярдым бойынша дәрістер берілді. И все. И тогда, как бы... Оно ніяк. Ну, медицина, она нужна. Все бойцы должны иметь навыки по наложению жгутов, по оказанию помощи себе, бойцу, своему товарищу в любое время. Будем стараться проводить регулярно по мере того, как будут бойцы свободны. Я всегда готова всем показать, рассказать не только нашим бойцам, но и остальным тоже. Акцияны бір айдан чоқ девам ете, активистлердің айтқанларына көре күллер провокацияларсыз кечмей. Каждый день есть ситуации, когда как бы есть нарушение этих правил, которые установлены штабом блокады. Ну, пытаемся, скажем так, с бойцами как бы найти понимание в людей, то есть объясняем, зачем, для чего это делается. Большинство людей понимают. Гульсум Халилова, Олег Казакин, Эльдар Асматов, Эльвина Сидбулаева, Заман, АТР. Қырым сакинлеріне Украина ватандашлығы олғанны білдірмек керек ме? Бұл ақта ФМС-нің Қырым бөлігінің матбуат қызметі білдіре. Ярмадада яшаған ве Русия ватандашы оларақ танылған инсанларға Украина ватандашлығы олғанына ачықламаға керегі жоқ. Евелсі есе миграцион қызметі кележек сені январының бірінден мұтлақа ФМС-ны хабердар етмек үшін қарар шығарған еді. Шынды есе бұл талап тек кележек сені қабыл етілежек ватандашлықнен бағлыдыр. 1 миллион рубле. Бұл қадар пара жезасына Ахмеджетінің Рус мемориеті азбар сатыжыларына белгіледі. Шер шурасында білдіргенлеріне көре, инсанлар тек 150 000 рубле пара төлегенлер. Мемориетінің мәліматына көре, қанунсыз сатыжылықны тоқтатмақ үшін еркун рейтлер кечірелер. Ләкин сатыжыларына ешбір шей тоқтатмай. Сатыжылар базардыларда сатмаға ер тапмайып, бір соқақ, дурақ ве базар чевречетіне өз мақсулатларынан қалар. Ендіден башлап Қырым ялыларына кіріш сербест олмақ керек. Қырымның Рус акиметінің девлет шурасында шамата көтерген курортлар қанунына денішмелер кірсеттілер. Ендіден Жұмхуриет акиметіне ялыны кіріш үшін маниялар яратмаға ясақтыр. Қара деңіз ялысы бойы пейда олған қоралар туристлерінің сербест ве садыр атланмасына аляда кедер еті. Бұл меселе кенеде мұнтазам суретте музакире етілі. Та Могилев баш назир олған вақыттан берлі қораларға қаршы көреш илян етілген еді. Бұл әрекетлер Русия акиметі келгенінен да фаал олды. 2014 сенесінің курорт месімінде Чистый берег Крым жема тешкілятының азалары ерлі самоборона темсілжілері еле пераберлікте Ярмада бойынша қанунсыз тікленген иншаатларына йықмаға башлаган еділер. Ең шаматалы мерасимдер Кезлев ве Кефе ялысында кечті. Задача стоит перед нами в том, чтобы очистить максимально побережье Крыма от заборов, шалманов, которыми уставлены все берега, и сделать его все-таки крымские набережные, там то же самое, как набережная Круазет в Ницце, или набережную Барселоны. Это открытое пространство, принадлежащее всем людям. Ләкин амелде бұғайы чоққа сүрмеді. Яздың сонына яқын Қырым курорт назірлігі курорт ве туризм бойынша Девлет шурасынан комитеті или курорттық қанун лейхасын ешлеп шығардылар. Бұңа көре жематчылық үшін сербест ве қысмен сербест ялылар қайдетілді.
Жематчылар бұнен разы олмадылар. Оларның қайдеткенлеріне көре, бұл қанун лейхасы ерлі мұсафырхане ве шифаханелер сайыплерінің менфаатларына қорчалай. Лицензияны алған әрбір мұсафырхане сайыбы өз бинасыны қоралап, ялыға yolunu қапата білежек oldu. Ләкин бұл қанун лейхасыны тек бірінші оқuvda қабыл еттілер. Нәтижеде бұл мевсімде базы ратланыжылар ялыға бармақ үшін чешет маниялардан кечмеге мечбур олдылар. Все пляжи закрыты на всей территории, начиная от верхних санаториев, которые идут, морской прибой, Айпетри, театр актера, творчество актера, Мисс Хор. Все пляжи закрыты, огорожены забором и никого не пускают. Разворачивают с детьми, с грудными детьми и не дают вообще зайти. Бұны көз оғыны алып Қырым прокуратурасы курорт ақында қанунға өз наразылығыны білдірді. Esas себеп bu kanun Rusiya kanunçılığına umumen zıt keli. Buna göre her bir vatandaş çeşit yalığa serbest bara bile. Bugün parlament binasında kanun leyhasını ikinci okuvda kabul ettiler. Vesikada yalığa barmak için maniyalar tizmek maddesini silgenler. Sözde kanunga esaslanarak her bir vatandaş endiden son yalığa maniyasız bara bilecek. Lakin amelde nasıl olacak? Buna cevaplar tek gelecek sene verilebilir. Қырым işgalinden son Yarımada'da 2000'den ziyade kahvehane ve restoran kapaldı. Böyle moyselerinin sayısı 30%'ga eksildi. Қырымнан Restoranlar Assotsiatsiyasında bildirgenlerine göre bu kurort mevsiminde Қырымға kelgen musafirler yüksek fiyatnen ve keyfiyetsiz yemeknen razı olmadılar. Қырымнан Рус hakimiyetinin Devlet Şura reisi Vladimir Konstantinov Қырым бюджетini iqtisat yani ekonomiya etmek için öz aylığından vazgeçecek. Anlatkanına göre bu dünyada olgan amildir. Buna beraber örneğinen Қырым депутatlarına da kullanmağa teklif etti. Халқара haberlerine geçemiz. Kaçaklar ес sınırını ucum etmeye devam ettiler. 100'den ziyade insan kayıklarla Kipr'ge kelip çıktılar. Şimdi ise yerli hakimiyet kim kaçaklarını bakacağını bilmey. Vengriya öz sınırlarını kaçaklar için kapattı. Şimdi onlar Slovenya teritoriyasından Serbiya ve Хорватия tarafına yol aldılar. Эркун Австрия сыңырына қачықлар келе, чоқсылары балалы қоранталар. Бірлері чадырларда геже кечірелер, дигерлеріні мақсус ефчіклерге еулайлар. Сонки күллер девамында анда 2000'den зияде қачықларыны қабул еттілер. Да бинглерже инсанлар автобус, тренлер или базалары жаяв сыңырға ел алалар. Этой ночью здесь было много людей с маленькими детьми. Примерно 60% людей – это семьи, и среди них примерно 45% – это дети в возрасте до 5 лет. Австрияға қачықлар Словения тарафындан келелер. Мемлекетнің акимиеті білдіргеніне көре, олар бұ яңы келген қачықларының чаресіні тапып оламайлар ве Авропа бірлігінден ярдым сорайлар. Мажаристан өз сыңырларыны япқан сонки күнлер девамында мында 20.000 қачақ келді. Олар Гарби Авропаға, хусусан Мажаристан ве Алманияға кетмеге еллар қыдыра. Я хочу жить в мире. Я не ищу какого-то определенного места, но в мире. И я хочу, чтобы моя семья была со мной. Словенияға қанунсызлар Хорватистан сыңырындан келелер. Бір күн ішінде мемлекет 12.000 қачақларыны қабул етті. Бөйле қачақ ақымыны Мажаристан біле көрмеген еді. Словения Авропа бірлігі мемлекетлеріне ерлі имайы күчлерге ярдым етмек үшін полислеріні йоламаға рижа етті. Шымдылық есе акимиет сыңырларыны имайы етмек үшін өз әскерлеріне қошымча ақлар берді. Suriyeden kelgen Zaki Ismail Халил айлесінің азалары бір-біріне асырет чекелер. Қачқан сон олар Түркияде ерлештілер, ләкин Заки Исвечияға көчмеге қарар алды. Ерлі акимиет есе тек оңа ярдым берді. Соңра Заки айлесіні Авропаға қанунсыз кечірмеге істеді. Олар Юнанистан деңіз лиманында көріштілер. Енді Балканларға yol алалар. Македония, Сербистан ве Хорватистанны кечіп, Исвечияға етмеге ниетленелер. Эти 2 года были очень сложными для меня и моих детей. Целых 2 года я жил, ожидая момента, когда увижу, как они прибывают сюда и как мы вместе едем в Швецию, чтобы там поселиться. Бу арада базы қачықлар Авропаға кетмек үшін яңы yollar қыдыра. 200'den зияды инсан 2 қайықта Кипрге, Британия арби территориясына келіп түшелер.
Ал азырда Британия ве Кипр акиметі бұл қачақларынан кім оғырашачақ меселесіні чезелер. Базар күні Авропа комиссиясының башлығы Жан-Клод Юнкер әжеле топлашуға бұл меселеге алақалары олған мемлекетлерінің векілеріні чағырды. Олар тез вақытта бірлікте бұл меселені чезмек үшін план тізмек кереклер. Наталья Калинка, Лилия Зиедин, Заман, АТР. Бір инсан ілек олды, 5-і яраланды. Швецияда белі олмаған шақыс мектепке қылычнен ұжым етті. Қаза Тролехетін шерінің мектепінің бірінде олды. Талебелерінің бірі ұжым вақтында ілек олды. Қазаланғанлар арасында да Эсасен мектеп талебелері. Да, он был в маске, мы очень испугались. Сначала мы подумали, что это розыгрыш, шутка, потому что скоро Хэллоуин. Мой друг даже подбежал к нему, чтобы сфотографироваться вместе. Но потом мы увидели, что человек в маске пырнул его ножом, и мы побежали внутрь. Халқара валют фонды Украинаға көстерген ярдымны тоқтата біле. МВФ Украина парламенті азырлаған бергі реформасына қол тұтмады. Егерде азырланған реформаны парламент дестеклесе, Украина ярдым аққында ұныта біле. Депутатлар азырлаған лейха қабыл етілсе, бюджет 207 миллиард гривнадан марум қала біле. Лейха азырланмасында иштирак еткен депутат Андрей Журжи білдіргенне көре, МВФ-нің позициясына бақмадан қанун лейхасыны парламент музакире етежек. Незважаючи на всю критику Міжнародного валютного фонду, незважаючи на те, що я особисто маю багато заперечень і зауважень до цього законопроекту, я вважаю, що він є дуже важливим і що комітет його має обов'язково зареєструвати в понеділок, фактично тим самим розпочати велику дискусію щодо змін в податковому законодавстві між Міністерством фінансів, комітетом і депутатами народними. Владимир Путинның рейтингі осе. Жемант фікірні оғыренген Бутин Русия меркезі кечірген сұравға көре, Путинның мемлекетте аман-аман 90% инсан дестеклей. Кечелері ең yüksek көстергеч идюнде олған еді. О вақыт инсанларының дестегі 1%-ға ексік еді. Экспертлер рейтинг артқанны Сурияде кечірілген дарбелерінен бағлайлары. Путинның рейтингі Қырым ишғалінден сон пек тез көтерілі башлаған еді. Амитхан Султанның 95 жылығына бағышлап Ростов-на-Дону шерінде қатыра тақтасын ачажақлары. Бөлетеші бұснен Ростовтаки Дагестан халқының жемиеті шықты. Қатыра тақтасыны Женеби Арби блок штабының бинасында асажақлар. Амитхан Султан нам қазанған учыжеве 2 дефа қараман. Екінші жен женки вақтында 600-дан зияде ава ұжымына кечіріп, 49 душман ұчағына ұрып түшірді. О 1971 сенесі яңы ұчақны сынаған вақытта елек олды. Украина Милли операсында онның 70 жылығына бағышланған «Музыка во имя мира» адлы концерті өткерілді. Байрамға Украинаның чешет көшелерінден бала ве уйкенлер тақымлары топлашты. Бұне берабер байрамда қырым-татар медениеті де тақдим етілді. Украина маршыны чешет мемлекетлерінің векіллері іжра етелер. 70 років ООН та Україна крокують разом із самого моменту започаткування ООН. І нещодавно 177 країн проголосували за те, щоб Україна стала непостійним членом Ради безпеки. І, власне, зважаючи на ту кризу, яка настала в Україні, Організація Об'єднаних Націй допомагає і фінансово, і людськими ресурсами. Екатерина Возмищева Донецк шерінден. О бір ел евелсі Киевге көчті. Концертке тұрынчасына қол тұтмаға келді. Туған шерінде ана бабасы қалды. Оның айтқанына көре дүниеда тыншылықның емиетіні өз яшайышы мисалінде көрді. Очень тяжело, когда твоя родина, место, где ты родился, подвержена таким вот репрессиям, давлению, в войне, опасности, когда у меня там остались родители, я за них переживаю, например, что каждый день не проходит без того, чтобы я об этом не думала. И надеюсь все-таки, конечно, что Донецк останется украинским, и надеюсь, что вступление в ООН как раз ускорит этот процесс. Бұл есе Украинаның чешет регионларынан келген балалар ойнай ве ерлай. Эльзара Баталованың Гүзел Қырым ері есе серджілерге ең чоқ тесір етті.
для нас большая честь. И приятно было петь песню «Гузель Хырым» и видеть неравнодушные взгляды зрителей, которые сопереживали вместе с нами. Тым-тым халк ойынына есе Эльмас Таирова icra etdi. Я часто хожу на такие подобные мероприятия. И вот первый раз настолько много национального и разнонационального. Это очень приятно. То, что здесь почти все мероприятие оно такое посвящено Украине, очень приятно. Украине в том числе и Крым. 4 saat devamında sanada 250'den ziyade çalgıcı ve bala kolektivleri çıkışta bulundu. Lila Zinedin, Асан Иминов, Zaman АТР. Ратлық күнлеріне Қырымда фуртуна вазиетіні илян еттілер. Қырым гидромедцентрі берген малыматқа көре күчлі яғмыр олмасы бекленілі. Базы ерлерде есе яғана қолажақтыры. Бұл сонки қаберіміз әді эфирімізні крымский репортер девам ете, соныра есе бұйық кино АТР-лі олыңыз.